Армысыздар, алда көретіндеріңіз. Әскери қызметте жүріп жұмбақ жағдайда қаза тапқан Бақытжан Әріпжанның туыстары неге марқұм өзін-өзі атты дегенге сенбейді. Денесінің бәрінде жарақат бар, яғни қолында, аяғында. Бір жыл бойы жабық өткен сот процесінде қандай дәйектер назардан тыс қалған? Қазақстанда Ресейге беру керек деп желіні шулатқан азаматқа неге ешқандай шара қолданылмаған? Если забирать, то все полностью, что там севере? Мемлекеттің тұтастығына қол сұққысы келетіндер қашан қатаң жазаланады? Құзырлы органдар неге үнсіз? Тыңайтқыш шығаратын зауыттың кесірінен ауыл тұрғындар арасында ауру сырқаудың асқынып тұрғаны рас па? Балдарға жара шығып көшіп кеткендер бар бұл арадан. Мінекей қышымамыз. Қызылорда облысында бүтін бір аудан халқы қарсы шығып жатқан кәсіпорын туралы неге жергілікті басшылар білмейді? Зауыттың мәселесі қашан шешіледі? Бақсы балгерлерді дәрігерлермен теңестіру дұрыс па? Халық көп келетін болса, демек халыққа оның пайдасының тигізіп отырғандығы. Емшілерге жаңа статус беруге қарсы петицияға қол қойғандар саны қаншаға жетті? Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Қазақстанда 2040 жылға қарай су тапшылығы болады. Сондықтан тұрғындар қазірден бастап тіршілік нәрін үнемдеуге көшу керек. Әсіресе оңтүстіктегі облыстарда ахуал мүшкіл. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министр Әлихан Смайылов айтты. Соңғы жылдары суармалы егіншілік дамыған еліміздің оңтүстік аймақтарында су тапшылығы жылдан жылға сезіле бастаған. Өйткені Арал, Сырдария, Шу, Талас бассейндер негізінен көрші елдерден келетін ағын суға тәуелді. Ал бұл егіннің түсімі мен елдің азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей байланысты болғандықтан, үкімет осы мәселені қатаң бақылауға алмақ. Сондай-ақ суармалы аймақтардағы арнайы каналдардың көбінің тозығы жеткен. Әсіресе Түркістан мен Қызылорда облыстарында жағдай қиын. Күрделі жөндеу жұмыстары ондаған жылға созылып отыр. Бұл да өз кезегінде өзімізде бар су қорын үнемдеп тиімді пайдалану мәселесін бір жүйеге келтіру жағынан қиындық тудырған. Сондықтан каналдар мен егістікке жетуі тиіс су құмға сіңіп ысырап болып жатыр. Тіпті оңды-солды суды ысырапсыз жұмсамас үшін тарифті де жоғарылату көзделген. Президент тапсырмасына сәйкес алдағы уақытта тариф саясатын қайта қаралмақ. Жамбыл облысында 100-ге жуық диқан дымсыз қалдық деп дабыл қақты. Аптап-ыстықта алқапқа су жетпей бау-бақша түгел тып-типыл болған. Жұтқа ұрындық деген жұрт судың жоқтығынан, бұрын жергілікті биліктің әрекетсіздігінен күйдіктейді. Айтуларынша, есебін қате жүргізген әкімдік шамасы жетпесе де шаруалармен келісім шарт жасасқан. Жеме-жемге келгенде су мөлшері жетпей, бар кінәні табиғатқа тели салады дейді ол. Бәрі өліп жатыр мысалы. Судың кесірінен мынандай болып жатыр мысалы. Қанша расход жіберіп жатыр бұл жерге. Міне қараңыздар мына, бәрі өліп, қанша расход. Оны кім көтереді расход? Аңқасы кепкен алқапқа су алмағалы 60 күн болыпты. Түйін салған жемісі түймедей күйінде қалған. Төгілген тер, жұқарған жүйке, кеткен шығынның өтеуін сұраған елде сұрақ көп. Біз өкіметтен техника сұрап атқан жоқпыз. Айналдырған қара су сұрап отырық. Мынау бақша деген мынау қурап атыр. Бүйткен әкімнің керегіне бізге мысалы. Су шаруашылығының керегіне мынау. Сумен қамтамасыз етілмесе. Өрнектік диқандар ақжағалылар әубастақ мәселеге атүсті қарап, ахуалды қолдан ушықтырды дейді. Шамасы жетпейтін білсе де шаруалармен келісімшарт жасаса бергендерін айтады. Бұған сенген диқандар еш алаңсыз егістік көлемін көбейткен. Ендігі жерде су жетпей еткен еңбек төккендер текке кеткен. Судың шамасына қарай договорды тұрғызу керек еді. Айту керек еді. Болды. Біз шамамыз осы суға жетеді только осы жерге. Қалған халықты шулатпау керек еді. Шамасына жетпей договорды қойдырмау керек еді. Жан айқайын жеткізген жұрт жауаптылардың жағасына жармасты. Ол жерге бір куб судың көлемі қажет. Енді қазір судың тапшылығына байланысты біз мүмкіншілігінше 500 литр судың көлемін жасап беруге, қамтамасыз етуге жұмыс жасап жатырмыз. Сіз халықты естіп тұрсыз ба? 500 литр су жетпейді деп тұрып қойсыз. Енді басқа су жоқ, не істеймін? Қақтан тауып. Жамбылдық диқандардың жағдайы бүгін үкімет отырысында көтерілді. Экология министрі Қырғызстаннан келетін су мөлшері болжамнан аз түсіп жатқанын жеткізді. Зүлфия Сүлейменованың айтуынша, Қырғыз гидромет мамандары жоспарлағандай мұздақтан еруі тиіс 100-120% тіршілік нәрі нақты істе 2 есе аз келіп жатқан көрінеді. Бүгінде нақты пайдаланылатын
алатын суармалы жерлер туралы нақты мәлімет жоқ екені белгілі болды. Әкімдіктің мәліметі бойынша 181 мың гектар суармалы жер бар. Ал осы жылы жасалған шарттар бойынша Қазсушар тек қана 93,6 мың гектар жерге ғана су беретін болады. Бұл дерек бойынша биыл жамбылдық диқандардың жартысы жаппай қуаңшылыққа ұрынар түрі бар. Сондықтан облыс әкіміне министрліктен су кезектілігін сақтап барынша үнемдеуге кеңес берілді. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Аягөздегі 317-де 67 әскери бөлімінде бір жыл ғана жұмыс істеп атылып қайтыс болған капитан Бақытжан Әріпжанның жары әділдік іздейді. 5 баламен жалғыз қалған келіншек күйеуінің қандай жағдайда өмірден өткені сол күйі анықталмағанына наразы. Жанар Қалаубаева жоғары сотқа дейін жүгінген. Алайда күдігі көп капитан өлімінің неден болғаны сол күйі айтылмады деп ашынады. Бір жыл бұрын Аягөздегі 317-де 67 әскери бөлімнен үйіне табыты жеткізілген Бақытжан Әріпжанның жары күйеуінің қандай жағдайда қайтыс болғанын білгісі келеді. Өйткені 40 жастағы капитанның өлімі әлі күнге анықталмаған. Көз жасына ерік берген Жанар Қалаубаева күйеуінің басына оқ атылғанын айтады. 5 баланың әкесі өзіне қол салуы мүмкін емес деген келіншек жеткізілген жарының денесінде сау жері болмады дейді. Осылай кәдімгі қолы осылай жыртылып кеткен, содан кейін көзі көгерген, және денесінің бәрінде жарақат бар. Яғни қолында, аяғында, шынтақта мәйітті жуған кісілердің барлығы айтып шықты. Мұнаны өте көп жаңағы ұрған, тепкен, жаңағы белгілері өте көп деп айтып келді. 5 баламен жалғыз қалған келіншек қайғылы оқиғадан бір күн бұрын күйеуінің қомақты қаржы іздегенін айтады. Алайда ол керек ақшаны банктен де достарынан да таба алмапты. Ал ертеңіне қаралы хабар жеткен. Осылай деген марқұмның жақындары тапаншаның ұялы телефон астында қалғанына күдіктеніп отыр. Тапаншада бұның қолы зығал керек. Оны істемеген. Ал енді жаңағыдегі ішіне салған, не дейміз, оқ жатар дейміз. Обойма. Son aboyımını sağlığı için de onu tutab gerek. Onda ızgalı gerek. Onu da istemegen. Ol atadı, söydü mına turgan telefon üstüne pistolet koyat da kaqtaq итерес. Жұмбақ өлімнің себебі ашылмағанын айтқан Бақытжан Әріпжанның жақындары жоғары сотқа да жүгінген, алайда есік қаққан жердің бәрі Аягөздегі әскери бөлімге жол сілтепті. Мән-жайды білу үшін Қорғаныс министрлігіне де ресми сұраныс хат жібердік, бірақ әзірге жауап келген жоқ. Еске салай, қайғылы жағдай былтыр 17 шілдеде болған еді. Жұмыс бабымен Аягөзге кеткен шымкенттік азамат туған жеріне ауысамын деп жүргенде қалаға өз емес мәйіті жеткізілді. Назерке Кубасова, Эльдар Жнусканов, Информбюро. Ұлытау облысының тұрғыны Қазақстанның жерін Ресейдің құрамына кіргізуді ұсынды. Чат рулетка әлеуметтік желісінде өзін жезқазғандық Александр Сергеевич деп таныстырған азамат Қазақстанның солтүстігін Ресейдің территориясы деп санайтынын, реті келсе көрші мемлекетке Қазақстанның бүкіл аумағын қосу керектігін айтқан. Не, если забирать, то все полностью, что там север один. Вы бы хотели бы жить в составе Российской Федерации? Ну, думаю, было бы неплохо. Бұл бейнежазба әлеуметтік желіде тараған соң Қазақстанның жерін тұтастай Ресейге беруді ұсынған азамат сол күні мас болып әзілдеп айттым деп ақталған. Алайда Жезқазғанның бір топ тұрғыны оны жауапқа тартуды талап етіп отыр. Мұндай сепаратистік көзқарасты адамнан қоғамды қорғап, Қазақстан азаматтығынан айыру керектігін айтқан. Ал Ұлытау облысының прокуратурасы қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ұлытау облысы бойынша департаменті мен сотқа дейінгі тергеп тексеруге тіркеу үшін құжаттар жинақталып жатқанын жеткізді. Қызылорда облысы Жалағаш ауданында тұрғындар жиі дертке шалдығуының себебін тыңайтқыш шығаратын зауыттан көріп отыр. Айтуларынша, көпшілік бірнеше жылдан бері өндіріс орнынан шығатын химиялық қоспалардың улы иісінен зардап шегіп келеді. Соның кесірінен үлкендер жаппай демікпемен ауырып, балалардың үстіне жара қаптады дейді. Сондай-ақ тұрғын үйлерге өте жақын орналасқан зауыттың халыққа пайдасынан гөрі зияны көп деп ашулы. Ал аудан әкімдігі бұл мәселеден мүлде хабарсыз болып шықты.
Ауылда аурудың асқынғанын өндіріс орнының кесірінен деп есептейтін тұрғындар Агрохим Сервис С компаниясының алдына жиналды. Айтуларынша мерзіммен жұмыс істейтін зауыттан күндіз түні химиялық қоспалардың шаңы бұрқырап шығады. Айналасына алып кететін мүңкіген иістен демалу мүмкін емес дейді көпшілік. Химиялық тозаңға тұншыққан тұрғындар бұдан демікпеге шалдығып, аллергияның асқынғанын айтады. Азанда көк ашитын иіс қойын. Демала алмайсың, кешкілік демала алмайсың. Сосын адамның өкпесіне де жүрегіне де зияны бар бұның. Енді ұй. Балдарға жара шығып көшіп кеткендер бар бұл арадан. Мінекей қышымамыз, мінекей үстіміздің бәрі аллергия. Осы бәрі осы удан. Көпшілік зауыттың бұдан бөлекте елге тигізген зияны көп дейді. Мәселен, өндіріс орны жұмыс істейтін мерзімде облыстың түкпір-түкпірінен тыңайтқыш алуға жүк көліктері осында ағылады. Ал ауыр салмақты техникалар зауыт айналасындағы көшелерді әбден тоздырған. Онсыз да химиялық тозаңға тұншығып жатқанда жүк көліктері жолдардың шаңын аспанға көтереді деп ашулы тұрғындар. Зауыт істеп жатқанда шаң көтеріліп тұрады. Шаң көтерілгенде қолқаңды басады. Қазір мен бронхит болдым. Бұл мәселеге байланысты кәсіпорын басшыларымен тілдесу мүмкін болмады. Өйткені зауыт ішінде құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан азаматтар түсірілім тобы келгенде қақпаны құлыптап алды. Аудан әкімдігіндегілер де тұрғындар шағымынан бейхабармыз деп жауап беруден жалтарды. Ал кәсіпкерлік басқармасындағылар өндіріс орнының адамға немесе табиғатқа аса қатты зияны жоқ деп отыр. 4-ші класс опасность қауіпсіздікке жататын мекеме болып есептеледі. Шығаратыны сульфатты, ұнтақ күйінде алып келген сульфатты гранулаға айналдырады. Ол жерде былай күрделі химия процесі жүрмейді, тек қана ұнтақты гранулаға алып барады. Басшы орынбасары әзірге тұрғындар тарапынан жазбаша шағым жолданбаған дейді. Бірақ жақын арада кәсіпорын жұмысына тексеру басталатынын айтты. Ал аурудан көз ашпай келеміз деген көпшілік зауыт ешкімге зиян келтірмей жұмыс істесін дейді. Болмаса елсіз аумаққа көшірілсін деп талап қойып отыр. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы. Дерттемдейтін дәстүрлі медицина мен халық емшілерінің арасында бәсекелестік әлі де жалғасуда. Бірақ заман дамыған сайын дәрігерлер аурудың нақты белгілерін анықтап бірден қажетті ем-дом шараларын жасап жатыр. Алайда ежелден келе жатқан әдіспен көпшілікке көмектесіп жүргендер де халық сенімінен шығып жатқандарын айтады. Бас ауырып балтыр сыздағандарды өз бетінше емдейтіндер шынымен де ақ халаттылармен теңесе ме? Ал заман көшімен дамып келе жатқан дәрігерлер пікірі қандай? Бұл сауалдың жауабын сюжеттен көріңіз. Осыдан бірнеше жыл бұрын бас ауырып жағдайы нашарлаған Шамнұр Күлпешева еміздеп әуелі халық емшілеріне барады. Алайда одан денсаулығым түзеле қоймады дейді. Керісінше әлсірей бастағанын сезген. Осыдан кейін дәстүрлі медицина мамандарына жүгініп, арнайы тексерістен өткен екен. Бір қызығы екі маманның қойған диагнозы екі түрлі болды деп отыр. Сәйкес келмеді, өйткені ол кісі маған бір шөптерді жазды, оқыды, болды. Содан кейін жаңағы дәрігерлерге жүгіндім. Менде басымда киста болды. Соларды емделіп. Кейде біз балаларымыз ауырған кезде біз апарамыз ғой, дұрыс па? Кішкене оқытып жіберуге, түкіртіп алуға. Бір шетінен оған да сенеміз. Сан ғасырдан бері келе жатқан емшілердің де науқастарды емдеу кезінде пайдаланылар тәсілдері жетерлік. Бірі шөппен емдесе, енді бірі суды қолданады. Көне әдіспен ем жүргізетіндер бұл ең бірінші халықтың бізге деген сенімі. Егер дертіне шипа таппаса, есік алдын күзетіп, ұзын сонар кезекке тұрмас еді дейді. Себебі халық емшілерінен пайда көріп жатқаннан кейін, және жақындарының емделіп сауығып кетіп жатқандарын көргеннен кейін, жаңағыдай барып емделіп жатқандар бар. Олар енді өздерінің еңбектерінің бағасын халықтан көріп отыр. Егер демек халық көп келетін болса, демек халыққа оның пайдасының тигізіп отырғандығы. Ұлттық медицина қауымдастығының мамандары болса, халық емшілерінің арасынан медициналық білімі жоқ азаматтардың да барын айтады. Егер шөп-дәрілердің қандай мақсатта және қалай пайдаланатынын білмесе, дерттің одан әрі асқынуына әкеліп соғады деп отыр. Сондықтан халық емшілерінің де дәстүрлі медициналық білімінің болуы маңызды екендігін жеткізді. Өйткені емшілерге жүгінген жұрттың арасынан ауру асқынып келетіндер де бар деп отыр. Тұрғындардың көпшілігі дәрілік шөптерді қалай пайдалану керектігінен бейхабар емшілерге барып жүгінеді. Ал ұтымды сәтті пайдаланғысы келгендер аурудың диагнозын таппастан өтірік емдейді. Сондықтан емшілердің медициналық білімі болуы қажет. Бұл заңда да жазылған. Ал қазір заманауи технология дамыған заманда дәрігерлермен қатар қою қиын әрине.
Денсаулық сақтау министрлігі болса, халық емшілігінің медицинамен теңестірілмейтінін жеткізді. Тек жалпы жұртқа зиян тигізбеу үшін емшілерге сәйкес белгілі бір нормалардың әзірленіп жатқанын хабарлады. Бауыржан Жақсымбетов, Влад Шишко, Информбюро. Атырау мұнай өңдеу зауыты мен Маңғыстау атом энергетика комбинатында болған апаттан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев кінәлілерді заңға сәйкес жауапқа тартуды тапсырды. Әр үкіметке кәсіпорындарды қысқа мерзімде жұмыс жағдайына келтіру туралы тапсырма берді. Кеше Маңғыстау атом энергетика комбинатының нөмірі 1 энергетика блогында апат болып, Атырау өңірі тұтастай жарықсыз қалған еді. Тіпті Атырау мұнай өңдеу зауытының жұмысы да түгел тоқтаған. Артынша мұнай өндіретін ірі кәсіпорынның бір мұнарасынан шыққан өрт қою қара түтінге ұласып, ауаға тараған. Атырау мұнай өңдеу зауытының баспасөз қызметі электр энергиясы қуатының азаюынан өрт шықты деп хабарлаған болатын. Бұл оқиғаға қатысты энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиев түсінік берді. Оның айтуынша электр энергия станциясы әбден ескірген, бірақ соған қарамастан мұнай өндірісі үздіксіз жұмыс істеп тұр деп сендірді. Осы апатты жағдайдан кейін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев Атырау мұнай өңдеу зауытына барып, зауытында болып, өндірісті тоқтатуға мәжбүр болған кәсіпорынды қайта іске қосу барысымен танысты. Мағзұм Маратұлы зауыт базасында батыстағы мұнай компаниялары басшыларымен селекторлық жиын өткізіп, тиісті тапсырмалар берді. Апаттан кейін Қазмұнайгаз компаниясының басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев алпауыт компания өкілдерімен шұғыл жиын өткізді. Әрі Атырау мұнай өңдеу зауытының жұмысымен танысты. Ірі кәсіпорын апаттық жағдайға қарамастан жинақталған қор есебінен мұнай өнімдерін жөнелтуді жалғастырып жатыр. Жалпы айта кететін жайт, осы мамыр мен маусым айларында осы зауыттың жалпы қуаттылығы 110%-бен жұмыс істеп келе жатқан. Енді зауыт кеше сағат сол 5:30-дарда тоқтатылды. Дегенмен кешегі осы апаттық тоқтауынан кейін зауыт толығымен тоқтатылды. Енді оны іске қосу жұмыстары кеше сол сағат 7:30-нан Атырау уақытымен басталды. Бұл жұмыс әлі 2 күндей алатын болжамымыз бар. Атырау мұнай өңдеу зауыты басшысының айтуынша электр қуаты тұрақты беріле бастаған сәттен зауыттың технологиялық қондырғылары қалыпты жұмыс режиміне көшкен. Апта соңына дейін кәсіпорын мұнай өнімдерін бұрынғы көлемде шығара бастайды деп жоспарланып отыр. Кеше түнгі сағат 1-де компрессорлық қондырғыларды іске қостық. Енді сутегі өндіретін қондырғының іске қосылуын күтіп отырмыз. Егер ертең сағат 12-де сутегі өндірісін жолға қойсақ, арғы күні біздегі технологиялық қондырғылар толық қуатына жетеді. Бүгінгі таңда зауыт резервуарларында 26 мың тонна автобензин, 34 мың тонна дизель отыны, 1500 тонна сұйытылған мұнай газы, 6 мың тонна авиакеросин бар. Бұл көлем өнімді 7 күн бойы тұрақты жөнелтіп отыруға жеткілікті. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро. Жалғастырамыз. Қазақстанда бұдан бұлай заңсыз бизнеспен айналысқан мемлекеттік қызметкерлерге жаза күшейтіледі. Яғни мемлекеттік қызметте жүріп, бизнесті қатар алғысы келетін шенеуніктерге салынатын айыппұл көлемі 3 есеге дейін артады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігі әзірлеген заң жобасында мемлекеттік қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырса және жүргізсе 10 миллион теңгеден артық мөлшерде айыппұл төлеуі мүмкін. Сондай-ақ 800 сағат қоғамдық жұмысқа тартылуы немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал құқық қорғау немесе арнайы орган қызметкерлері мұндай заң бұзушылық үшін 14 миллион теңгеге жуық айыппұл арқалайтын болады. Немесе 1000 сағат қоғамдық жұмысқа тартылуы, не 4 жылға шартты түрде жаза арқалауы қарастырылған. Ал жауапты қызметтегі мемлекеттік қызметкерлерге заңсыз кәсіпкерлік қызмет үшін 17 миллион теңге көлемінде айыппұл салынады. Ал құқық қорғау органдарындағы лауазымды тұлғалар 20 миллион теңге мемлекетке айыппұл төлеп немесе 6 жылға бас бостандығынан айырылады. Қазір бұл өзгерістер қоғам талқысына ұсынылды. Қызылорда облысында Конго-Қырым геморрагиялық қызбасынан 2 азамат ауруханада көз жұмды. Марқұмдардың бірі 77 жастағы, ал екіншісі 51 жаста болған. Конго-Қырым безгегінен қайтыс болған 77 жастағы азамат Жаңақорған ауданында тұрған. Ал ауруханаға өте ауыр жағдайда жеткізіліпті. Дәрігерлер марқұмға тиісті ем жүргізгендерін айтады. Ал екінші қайғылы жағдай Шиелі ауданында тіркелді. 51 жастағы азаматты мал сою кезінде кене шаққан. Бірақ ол тек 1 аптадан кейін ғана дәрігерлердің көмегіне жүгінген екен. Алайда азаматты аман алып қалу мүмкін болмаған. Санитар-эпидемиологтардың мәліметінше облыс бойынша 8 тұрғын Конго-Қырым безгегіне шалдыққан. Қазір ауру ошақтарын дезинфекциялау жұмыстары жүргізіліп жатыр дейді мамандар.
Өзге де ақпараттар жөнінде 31-ші арна отандық телевизия саласына сіңірген орасан еңбегі үшін Тұмар ұлттық сыйлығының арнайы жүлдесін иемденді. Бұл 30 жыл ішінде көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп, талай тарлан журналистер тәрбиелеп, түлеткен түрлі тың жобаларды жүзеге асырған ұйымшыл ұжымның ортақ жемісі. Әрі бағындырар белес алар асуларының бір парасы ғана. 31-ші арна әрдайым қосулы болсын. Бұл ұжым тек қана ұжым емес, бұл отбасы. Биыл 31-ші арна ғаламат 30 жылды қорытындылаған жыл болды. Әрбір менің әріптесім, ол менің ұжымым, ол менің отбасым, ол менің достарым. Мереке құтты болсын.